The poor bank. Oh, okay. Келесі бізде Destination Monument бар шақырды. I'm in America, guys. Yok, stop. Korkup durun. Ким смотрит? Қысқасы қазір біз видеоға барып жатырмық. Фотоға, инстаграмға, фотоға, видеоға көптеген фото видеолар түсіреміз. Және де сіздерге бүткіл кадрларды музыка арқылы немесе басқа да өте күшті кадрлар бәрін қоятын боламыз. Лайк басып барынша қолдап кеттіңіздер. Бұл екінші влогымыз арнадағы барынша качественно оқшаулар түсіп жатыр. Иә, кеттік. Қазір мен сувенирлер көріп қалып, бұл жерден мен осыны алайын жатырмын. Бұл $10 и $15 тұрады екен. Қалғандары сол шамада. И тоже кепкаларда $20 айналасында тұрады. Бұл біздің бағамен где-то 10 мың и есептегілер аласыз. That one costs 10. With books? Yeah, I was just showing it to you that it wasn't broken. Thank you. I don't want you to get when you go in and you look at the head, you got something that's broken. Deep coming to bring. That spoon is cost 10. Around the 10 and 10, all this. Most of the stuff. Thank you. Which car? I want to pay. Good point. I would pay. How is it? It's a visa. No, I'm saying can you tap? Okay, let me see. You're making it okay. Біз қазір Қазақстанский халық банкі билейін жатыр. Бізде профессиональный... Короче, email зв'язок. Check out. Is the filmographer? You're filming everything? Yeah. Photographer, man. Yeah. The send receipt and we get the receipt for our email. In that Yeah. case. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Take care, man. Where y'all from? From Kazakhstan. 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 Oh, that's close to Russia, right? It used to be part of the USSR a long time ago, right? How you doing? Good. Thank you. Have a great day. Thank you. Кішігірім хоккей ойнап отыр. Аяқтарында ролик. Вот, белый домға жақындап қалдық. Қазір ана жерде адамдардың саны өте көп. Очередьте тұр. Бізде тоже фотоға түсуге, тоже очередьте. Бізде тоже кезекте тұратын боламыз. И көптеген тарихи сәттер осы жерде барлығы орын алған. И тағы да көптеген информациялар бар. Қазір барлығын айтып беретін боламын. Перформанде отыр. Ал достар, мен сіздерді Вашингтон қаласындағы ағаймен таныстырғым келеді.
және де оған кішігірім ақпарат беріп кетейін. Бұл ақш президентінің ресми резиденциясы әрі бүкіл әлемге танымал тарихи ғимарат. Ақ үйдің құрылысы 1792 жылы басталып, 1800 жылы аяқталған. Алғашқы президент Джордж Вашингтон жобасын бекітсе де, ал бұл үйде тұрмаған. Ақ үйде алғаш қоныстаған президент Джон Адамс. Ғимарат неоклассикалық стильде салынған және бірнеше рет жөндеуден өтілген. 1814 жылы ағылшындар оны өртеп жіберген, кейін қайта қалпына келтірілген. Қазір бұл ғимарат тек президенттің жұмыс орны ғана емес, сонымен қатар көптеген тарихи шешімдер қабылданған орын. Міне достар, мен дәл осы жерде тарихи жерде тұрмын. Және де осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де Instagram парақшаға өтіп, Instagramдағы фото, видеоларыма көптеп лайк басып кетіңіздер. Рахмет. Right here, get in front. Wait. Спонтанно магазинге кіріп кету. Бір күні Walmart'пен басқа нелерді маркеттерге салыстырмалы видеолар түсіру керек бағаларына. Я прям очень сильно хочу есть, ничего мне глаза не видно сейчас. Вашингтон, это что, это Белый дом, это статуи, монумент, ничего. Просто я хочу жрать, брат. Понимаешь? Давай в первую очередь жрать будем, потом я говорю. Хорошо. Чё? Давай. Мақсат, давай, ощущение. Қармышылып кетті, брат. Бірдеңе жейміз, потом видео снимем нормально. Мен отырмын Кадиллакта. Вода! Ты меня снимаешь? Он реально хочет. Вода! Бұл жерде осы барлығы $23 тұрады, 22-23. Бұл жерде шашлик және күрішпен и шөп. И Хасананмен. Вот Зио, Мақсат и мен. Ас болсын. Жерде самолеттер өте төмен ұшады екен. Өйткені Вашингтон қаласында аэропорт. Мемориал парка. Әдемі. Өте әдемі. Түнгі видпен вообще әдемі. О, фонтан. Қазір мен ақштағы ең тарихи тұлғалардың бірінің алдында тұрмын. Бұл ескерткіш Авраам Линкольнға арналған. Авраам Линкольн ол елді біріктіріп, құлдықты жойып, елдің ынтымақтастығын арттырған аңыз адам. Және де бұл жерде жоғарыдан жалпыдан көріп кететіндей, бұл жерде тұрған өзі бір тарихи сезім, яғни бір бөлек сезім. Егер де алдағы уақытта Вашингтонға келіп жатырсаңыздар, осы аңыз тұлғаның ескерткішінің алдына келуді ұсынамын. Рахмет. Here, I'll try one more. This one's gonna have a timer. I don't know what it looks like. But we'll try.
Ал достар, артымыздағы фонтан, ол деген World War Memorial деп аталады. Әдемі көрініс, әдемі, вообще, бүткіл сөзім жоқ, без комментариев, просто тамашалап кетіңіздер. И осы барлық столбтарда бүткіл штаттар жазылып тұр, атаулары там Пуэрто-Рико, Аляска, Аризона и так далее, и так далее. Өте керемет көріністердің бірі осы жерде. Бізде қазір сағат 8:30 болып отыр, сондықтан кешкі уақыт. Енді осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталуға тәмам. Барынша влогымызды және де видеолардың барлығын качественно, сапалы етіп шығаруға тырысып жатыр. Музейге тағы екінші часть жасаймыз, бұйырса, бірақ қай уақытта екен пока белгісіз. Сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Көріскенше. Все, хорошие условия получили. Все, давайте без остановки теперь. Ты? Никто не найдешь его. Я понимаю тоже. Нету. Да ты внутри живет, да? Может, да. Он сейчас придет. Когда